Сәлем баршаға. Бүгін жылан жылы туылған адамдарды айтамыз. Қандай адамдар олар? Өте құпиялы адамдар, жан дүниесінде не болып жатқанын білу өте қиын. Секреттері өте көп, даже жан жолдастарына да айта бермейтін секреттері бар. Неге құпиясы көп десеңіздер, өйткені олар толық ешкімге сене алмайды. С подозрением қарайды окружениеға, жан жағындағы адамдарға и полностью сене алмайды. Сондықтан әркімге өзін әртүрлі көрсетеді. Яғни әр адаммен әртүрлі маска носить ете алады да. Бір адаммен өте суық болуы мүмкін, бір адаммен өте харизматичный болуы мүмкін, бір адаммен хитрый болуы мүмкін, бір адаммен коварный болуы мүмкін, бір адаммен жақсы сондай бір керемет болуы мүмкін. Вот сондай әртүрлі қылып көрсетеді өзін. Ол еще специально емес, ол изнутри выходит. Өзін сол адамның қасына барғанда өзін солай сезіне бастайды. Ол өзін бір сөйлегісі келмей тұрады қасына барған кезде. Бір адамдарға барған кезде бір шутить етіп ойнағысы келіп тұрады бір адамдармен. Вот сондай характер, вот внутри, ішінен шығып тұрады да ондай. Сондықтан әркіммен әртүрлі бола алады, короче. Сондықтан оларды үйде басқаша адам қылып, көшеде басқаша адам қылып көруге болады, жылан жылғыларды. Өте ақылды, мудрый болады. Біреудің ақыл үйреткен ұнатпайды, өйткені өздерін басқаларға қарағанда жоғарылау, ақылдырақ санайды. Настоящие трудоголики, милары постоянно жұмыс істеп тұрады и жұмыстарында до конца апарған жақсы көреді. Қойған мақсаттарына жетпей қоймайды, бірақ асықпайды. Асықпай, ойланып, жеті өлшеп, бір кесіп, асықпай мақсатына жол жүретін адамдар. Әрқашан әдем болып жүргенді жақсы көреді, имидждарына қатты көңіл бөледі, внешностьна, имиджіне, фигурасына деген сияқты. Вот солай өздерін әдемі ұстағанды жақсы көреді. Өздеріне деген сенімі мықты ғой. Вспыльчивый характерлері бар, тез көтеріліп кететін ашулары бар. Бірақ көпшілік ортада өзін ұстай білетін де мінезі бар. Егер жылан жылғыларды ренжітіп қойсаңыздар, оларда злопамятность бар, сондықтан оңайлықпен обиданы кешірмейді.